сабан сұрағанда міне бұлай ұрамыз. Қазақтың әйелдері өзі найзагер, өзі қылышкер болған сияқты. Өзі қамшыгер. Астыдағы тайдың тұлағы. Внизу шкура жеребенка. Бірнеше жұмыс тұрады. Осылай ауышып жатыр. Және де қылыштасқанда екі қылышпен қылыштасатын болу керек. Енді бұлай мынаны киізге салып таптап аламыз. Таптап деген сабаудың басын көтермей ұрамыз. Жаңа сабаудың басын көтеріп Сабады көтермей ұрамыз. енді таптайды. Сабаудың басын көтермей. То есть сам вот этот процесс взбивания, он в разные этапы происходит, разная техника ударов. Енді осы тапталған жүнді апарып, шейдің үстіне апарып жаямыз тегістеп қалып. Жақсы. Осторожно сворачивает, чтобы она оставалась ровным слоем. И переносит на циновку чи. Алты жеті қыз болып сағында торс деп естіліп ататасың. Мә, ағайдың қыздары жүн салып атыр деп. Мақтайды да алдыртылар. Көршінің адамы сабаудың дыбысы шыққан уақытта көршінің әйелі келу керек. Сабаудың дыбысы шыққан уақытта. Ол біздің елде бар салтта. Я ол тимбилдинг қой. Келмеген адамды көп адам жақтырмай қалады. Көрген сұлу адам екен, ол сабаудың дауысы шыққанда келмеді деп. Гүс дейді. Сарайдан шығып жатыр. Сен де қыздар көрдіңдер ме? Қыздар наушникпен естімей қалады ғой. Көрдің ба? Мына осы жұмыстың барлығы ауыр жұмыс болып аталады біздің қолөнердің ішінде. Бірақ бұған төзімділік керек, шыдамдылық керек. Мына жұмыстың барлығына да. Қалқау болмау керек, еңбек болу керек. Жас жүндерді беріп қойып мұрныңды бүйтіп орамалмен байлап қойып салаймыз сонда. Мен қазір қойды тоғытқан жүнді ғана алам. Мына нелерден алам ғой енді өзім жиналатын жерлеріне. Қойдың үстінен қойды жуған уақыттағы несін алам да. Қазір жүн болсын деп. Күміс апай. Сен өзіңде түсіріп жүршеш. Олар видео негізі, оларға тапсырма берілген видео. Фото өзің түсіріп жүрші. Неге? Ну, айфон болмаса да саған әлеуметтік желіге любой жарайды ғой. Ара-арасында сауып атады ғой. Әлдемен фотоны сұрайын ба деді. Болады ма? Мынандай не ғой, тез қосылатын ғой. Боялған неғылата аста күземізін төсеп, соны бояуымен жүнменен екеуін басат кейіз қылып бөліп оны өз алдына. Ол қалдырма деп аталынады. Неке, мынау көгі, мынау мінеке қызылы, үстіп жасап аламыз. Міне жерде сарысы, осындай әртүрлі нелерді боялған жүндерден қалдырма деген нәрсені басып дайындап аламыз. Содан кейін бұған ою өрнектерін саламыз. А сіздің оқыған мамандығыңыз қандай? Мен оқыған мамандығым тәрбиеші балабақша. Сол мамандық бойынша жұмыс істедіңіз ба?
балабақша тәрбиешісі болып жұмыс жасадым. Оның ішінде де осы қолөнер кездеседі ғой, бұрышыңды дайындайсың, ұлттық бұрыш қылып. Иә. Ол жерде де осы өнерлерді пайдаланып жүрдім. Аха. Ол кезде кадр жетіспейтін шығар. Мен мектепте мұғалімде болып жұмыс жасадым. Кадрдың жетіспеуіне байланысты. Советөс қазір орта мектеп, ол кезде бастауыш мектеп болды. Сол Советөс мектебінде бастап бірінші класстың сыныптың балаларын оқыттым. Бірақ сол кезде де мен өзім ұлттық табан ойы болып кетеді ау деп ойлайсың. Мысалында да. Сосын қораға барғанда қойдың, қошқардың мүйізін көресің. Қошқардың мүйізі де қошқар мүйізі оюға келеді ау деп, оны тағы ойлайсың. Ал ешкінің мүйіздері бір әрбір мүйіздің сабағы болып келеді да былай. Сондай бәрі әр жерден табиғаттан ала бересің ойыңды. Бірақ табиғат жақсы көрем, гүлдерді жақсы көрем. Мына гүл өсіргенді өте жақсы көрем. Маңғыстауда гүл егіп жоқ қой. Ұрып болды ғой уже. Ұрып болды. Қандай гүлдерді сонда Маңғыстауда гүлдер бар ма екен? Маңғыстауда мен кәдімгі үйге өсіретін гүлдер бар ғой, соларды жақсы көрем. Ал табиғатқа шыққанда даладан қызғалдақ гүлі бар ғой, соны өте жақсы көрем. Ребята, когда идут съемки, идет абсолютно тишина на площадке. Қыздар көмектесің шеш. Қыздар қайда? Кел қыздар, кішкене көмектес. Жақында. Және жақында. Манағы айтқан неменен кетеміз. Қыздар жұмыс жасап, қыздарға да берін, олар да салсын. Қазір енді мынау былай тұрады да, мінекей осы мынау шаршының ортасы болса керек. Сосын енді осының сыртынан мынандай не саламыз. Ана айналдырып папа. Бүйтіп айналдырып бүйтіп мінекей. Осыдан солай салып. Мына мүйіздің дәл ұшына келтіріп тұрып, осылай сосын қоштарын дайындап. Қоштарын жасып бүйтіп шығартай. Саламыз. Тағы көптен кейін жүріп. Өзіңіз оны несі қиып нетесіз, ештеңесін рафарет, ештеңе қолданбайсыз, Осылай кетеді. Жасылы бақанша ою деп аталады. Бақанның басына ұқсайды. Бақан басы айыр келеді ғой. Шеткі ою. Шет ою. Шеттегі деген сөз ғой, шет ою. А оның не мағынасы, атау қандай? Сыңар өкше ою деп атайды. Сыңар өкше? Мына өнер аяқталды деген сөз да. Аяқталып келе жатыр деген. Ал сыңар өкше... Апа мына жерге қойын да. Мына жерге сал. Анаған бері ал, мен мына бір сал. Сонда өкшесі қайсы оның, мысалы? Өкшеге аяқ киімнің өкшесін елестете ма? Өкшесіне былай келгенде, осылар аяқ киім өкшесіне келетін болар. Мынау мінеке айналып келеді, мүйіз айналып келеді. Или мынаны айтатынын сыңар өкше дейді, осыны сыңар өкше ою түрі. Мына ойымыз келіспесе, мынандай жерлерін бүйтіп созуға болады. Қара, дейіп созып, бүйтіп айналдырып, бүйтіп қояды. Сонда кішкене көзге әдемі болып көрінеді. Бүйтіп, талдырма созылып, өзі бүйтіп та, дейіп сосын. Мен мына қызым ши тартады, күшті тартады шиді. Аты Асылхат деген немеремнің аты. Асылхат, бізде бүгін Асылтас Асылмұрат келмеді, зато Асылхат бар. Мен апай бармын ғой. Ой. Под носом не видит деген осы. А ортадағы өрнек сонда ол қандай? Ортадағы өрнектің аты? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. А дети қошқар мүйіз жай ғана екі мүйіз болады ғой сіздікі? Міне екі мүйіз, а мына жағы
өзінің ортасынан түсіп тұрған бұл жаңа бақаншалар келеді. Онда бақанша да? Бақанша. Бір бақаның ұштарына келіп тұрған Аха. бақанша деп атайды. Сонда қошқар мүйізге бақанша қосу ол сіздің өзіңіздің идеяңыз ба? Бұл қазақтың бұрынғы келатқан аналарымыздан келатқан үлгілер кейін осылар. Енді бұны шимен